Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Ақмарал. Бүгін сіздермен бірге мындай әдемі хит болып жатырған домашний тапочка тоқитын боламыз. Бұл тапочканы тоқу үшін бізге не керек? Бізге ең бірінші крючогымыз керек, екінші 2,5 мм крючок керек және 5 немесе 6 размерлі крючок керек. Мына крючокты қосымша алып қойдым. 3 размерлі крючок. Табан стельки 2 пара керек бізге. 2 дананы бірге қосып тоқитын боламыз. Зажигалка және мынандай велюровый жіп керек. Бұл жіп менде Гималая Dolphin Baby жібі. Өкінішке орай мен этикеткасын жоғалтып алып отырмын. Қазір сіздерге мына экранға көрсетіп кетемін. Құрамы және нешінші нөмірлі крючокпен қанша граммдағы жіп екендігі туралы көрсетіп кетемін. Ең бірінші менің видеомды қарамас бұрын каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді жұмысымызға кірісейік. Жібіміздің басын, мына жіп мынадай қиыршықтана беретін жіп болғандықтан, бұл жіптің басын біз ең басында жұмыстың басында зажигалкамен күйдіріп аламыз. Бұл жіппен мен бұрын көбінде қолдандым, сол себепті осылай жасаймын оңай. Енді мына подошвамызды аламыз. Екеуін бір-біріне кигіземіз былай, бір-біріне қадаймыз осылай, бір-біріне қылып. Мына тұрған стелкіміздің аяқ жағынан бастап тоқимыз. Екеуінің бір-бірінің тесігіне спокойно кіріп тұр, тесіктері бір-бірімен сәйкес келеді. Мына тұрған тесіктердің әрқайсысына біз қазір екі столбиктен тоқып шығамыз айналдыра. Бірінші столбикті бастаймыз тоқып. Жібімізді іліп аламыз крючогымызға. Аяқ жағын жіптің соңын кішкене тартып қоясыздар. Біріншісі, екінші столбик. Мына столбигімізді біздің қалған мына жібімізді мына екеуінің арасына қыстырып тоқып жіберейік, жасырып. Ары қарай былай етіп жібімізді, крючогымызды тесікке кіргізіп, жібімізді іліп алып, столбик без накида тоқимыз. Әрқайсысы тесікке 2 столбик без накидадан тоқып, айналдыра тоқып шығамыз. Бірінші асықпаймыз қыздар, бұл тапочканы тоқу барысында қайтадан сөйлетілмейтін болғандықтан ұстап қарап бір тоқығаннан негізі шығатын дүние. Сол үшін асықпай қараған дұрыс. Мынаны осылай өз бетімізше стелкеларды бір-біріне қосып айналдыра столбик без накидамен тоқып шығайық. Осы қатардың соңында мына жерде кездесеміз. Мен соңына келіп жеттім. Сосын мен қыздар мына жерде ескертпей кеткен екен. Бұл мендегі тоқып жатырған табан 35-36 размерге арналған. Бірақ егерде басқа размерлі осындай тапочка тоқимыз десеңіздер, онда да барлығына бірдей 2 столбиктан тоқимыз осылай. Міне соңына келіп жеттім. Енді мен крючогымды ауыстырамын. 5 размерлі крючокпен тоқыған жеңіл маған. Соны қойып аламын. Бір петля подъемы көтеріп аламыз. Соңынан кейін және 2 шетін біріктірдік қой. Содан кейін бір петля подъемы көтеріп аламыз да. Мына тұрған біздің әрбір петляға мына тұрған полустолбик с накидом тоқып шығамыз айналдыра. Полустолбик с накидом әрбір петляға петля. Осы петляның барлығын айналдырып, осы қатарды полустолбик с накидом, яғни накид кигіземіз. Накид кигіземіз. Сосын мына петляға бізімізді кіргізіп, ілмекпен тартып аламыз жіпті. Сосын осы ілмекте тұрған 3 петляны біреуін қылып тоқимызды бір қылып.
тағы да бір көрсетейін. Міне, осылай айналдыра тоқып шығамыз да, осы қатардың соңында тағы бір кездесеміз сіздермен. Осыдан кейін мына алдыңғы бетін тоқып бастаймыз. Мінекей қатарды бітірдік. Енді мына тапочкамыздың басын тоқып бастаймыз. Ол үшін мен мына крючокты ауыстырамын 5-ші номерлі крючокқа. Енді тоқып бастаймыз. Жібімізді басын күйдіріп дайындап алдым мен. Міне, енді мына бас жағынан бастап тықпаймыз. Мына тұрған біздің ең басындағы точка тесіктен бастап санаймыз. Мына жерде бізде столбик тұр. Осы столбик 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші столбик. Осы столбиктан кейінгі 9-ші столбиктің тесігінен бастап тоқимыз. Мен крючогымды 5-ші номерлі крючокқа ауыстырып алдым. Енді 9-дан кейінгі тесіктен бастап тоқимыз. Жібімізді тесікке крючогымызды кіргізіп, жіпті суырып алдым да, одан кейін тағы бір бос петля алып алдым, воздушный петля. Осыдан кейінгі тұрған тесікке столбик без накида тоқимыз. Кейінгілеріне арасында бір тесік қалдырып, кейінгі тесікке накидпен столбик тоқимыз. Накидті былай кигізбейміз, былай қарай кигізіп тоқимыз. Мына тесікті қалдырамда, мына осыдан кейінгі тұрған тесікке 2 полустолбик с накидан тоқимыз. Біріншісі пайда болды. Мынаған тастап кетемде, келесіне 2 полустолбик с накидан тоқимыз. Арасында бір петляны қалдырып отырамыз. Осындай 2 полустолбигі бар біздің столбикті 6 тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Шатасып кетпейміз. Накидті былай кигіземіз. 5-ші және соңғысы 6-шы. Осыдан кейінгі тұрған столбикке біреуін тастап кетеміз де, кейінгісі тұрғанына бір столбик без накида тоқимыз. Кейінгі столбикке петляға соединительный столбикпен бұл қатарды жабамыз. Мына тұрған біздің петлямызды үлкен қылып былай созамыз. Енді осының ішінен, осы петляның ішінен табанды айналдырып шығарамыз. Сосын бұл жұмыс жігін тартамыз да, мына тұрған біздің бірінші қатарды түйіншектеп жауып тастаймыз. Біздің қатарларымыз тек оңнан солға ғана тоқылады. Сол себепті жіпті үзбейміз. Бұл жіпті мына жаққа қарай былай тартамыз. Мына тұрған біздің бірінші қатардың бойымен былай алып келіп жіпті. Мына жерден мына қатардың басынан 3 петля санаймыз да, 3-ші петлядан кейінгі тесікке 1 петля, 2 петля, 3-ші столбиктен кейінгі петляны осыдан бастап қазір біз тарала бастаймыз. Бірінші петляны кигізіп алып шығарамыз да, бір воздушный петля алып аламыз. Енді біз қатарымыз мына тұрған жаңа рядтың қасынан басталады. Мына жерден накид кигіземіз. Бірінші столбик, полустолбик с накидом тоқимыз. Келесі полустолбик с накидом тоқимыз. Міне, мына бірінші қатардың бірінші тесігінен бірінші тұрған мына тұрған 2 полустолбиктен кейінгі петляге
екінші. Мына тұрған артындағы жіпті ұмытып кетпейміз, бұны бірге ұстап отырамыз. Осылай ұстап отырып тоқып, артына тоқып жібереміз. Әрбір мына тұрған екі полустолбик с накидом арасында тұрған тесіктерге екі полустолбиктен тоқып шығамыз. Накид кигізген кезде шатаспаймыз. Бірдей өрнек болу керек. Мына біз тоқып жатырған екінші қатар. Енді ең соңғы қатар. Мына тұрған біздің соңғы бірінші қатардың соңындағы қатардан кейінгі тесік болады. Мына жерде соған тоқылады. Екі полустолбик с накидом тоқимыз бұл жерге де. Қатарды аяқтаймыз. Мына тұрған біздегі келесі бастап тұрған петляны тастап кеткенімізде, осыдан кейінгі петляға столбик без накида тоқылады. Оның жанына соединительный столбик. Петлясын үлкен қылып созып аламыз. Мына бізде екінші қатар. Үлкен қылып тартып, бұлай мына табанымыздан өткіземіз. Келесі қатарларда осылай қайталана береді. Тек жанынан екі полустолбик с накидом қосылып отырады. Бір петляға екі полустолбик с накидом. Барлығында мына жерде 3 столбиктан кейінгі тесіктен бастаймыз. 1, 2, 3. Тағы бір көрсетейін. Сосын қалғанын өз бетімізше тоқитын боламыз. Мына біріншісі. Әрбір тесікке екі полустолбик. Қатарымыздың соңы өзі көрініп тұрады. Сол жерге тоқимыз. Мына петляны қалдырып, осыдан кейінгі петляға столбик без накида тоқимыз. Осыдан кейінгі соединительный столбик тоқып, мына тұрған петлямызды ұзын қылып тартып аламыз. Осы петляның ішінен табанымызды айналдырамыз. Бұлай сосын қатарымызды замыкать етіп жауып тастаймыз. Әрбір қатар тоқылған кезде өзі бірдей болып келу керек. Мына қатар басталды ғой. Соңында арасы расстояниесі бірдей, тоқылу барысында бірдей келе жатыр. Енді біз қазір 3 қатарды сіздермен бірге тоқыдым. Енді қалған қатарларды өзіміз аяғынан тоқып шығамыз. Яғни біз неше қатар тоқимыз қазір? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 қатар. Енді сіздер қалған 7 қатарды өз бетімізше тоқып шығайық та, қатардың соңында кездесейік. Міне 11 рядты тоқып болдым. Ендігі жерде мына жерді біз уже замыкать етпейміз.
ары қарай тоқып кетеміз. Яғни мына жүрген жерін тоқимыз. Бұл қатарды столбик без накидамен айналдырып, мына біздің тапочкамыздың мына басы басталған жерге дейін, мына жерге дейін тоқимыз. Столбик без накидамен. Әрбір петляға столбик без накида. Енді біз мына жерді тоқимыз. Бұл жерді соединительный столбикпен тоқып шығамыз. Яғни мына жерден бастаймыз соединительный столбикпен. Сосын арасында мына тұрған біздің бағанағы екі полустолбик с накидом қалады да, мына тұрған тесіктер арқылы соединительный столбик тоқимыз. Яғни мына біздегі столбик қалып қояды да, ортасындағы тесік арқылы крючогымызды кигізіп, былай жіпті былай өткіземіз. Осылай айналдыра соединительный столбикпен бұл жерін кішкене қатайтамыз. Аяғымызда тығыз тұру үшін. Тағы да көрсетейін. Мына тұрған екі петляның бізде галочка болып тұр ғой, сол ортасында қалады. Мына тұрған арасындағы мына тұрған біздегі столбиктің арасындағы тесік арқылы өткіземіз. Бірден мына тұрған петлядан өткіземіз, жұмыс жібін. Міне соединительный столбикпен қоршап тоқып шығамыз. Мына жерге келгеннен кейін де мына жерді де соединительный столбикпен аяқтаймыз. Мына жермен аяқтаймыз қазір. Ары қарай соединительный столбикпен осы рядта да жүріп өтеміз. Бұл соңғы тоқып жатқан соңғы рядымыз. Өте оңай, негізі тоқиын десеңіздер, өте оңай тоқылады. Менің каналыма лайк басып, міндетті түрде комментарий қалдырып кетіңіздер. Әрбір лайктарыңыз менің осындай сабақтарыма көптеген жұмыстар жүргізуіме себепші болады. Тіркеліп қойыңыздар, алда неше түрлі тағы тегін мастер-класстар болады. Және де басқа да сабақтарымызды көріп кетіңіздер сабақтарымды. Қазір осы видеоның соңында ссылкалар қалдырып кетемін. Әртүрлі сабақтарға өтіп, қарап өтсеңіздер болады. Міне осы жерден мен енді жіпті қиып тастаймын, себебі қатардың соңы. Маған бұл тапочкаға бір моток жіп жарайтын болды. Және де азғантай қалды бір моток жіптен. Өте жеңіл, аяқта жұмсақ, жақсы тапочка. Мына жіпті жасырамыз. Және де міндетті түрде ұшын күйдіріп қоямыз. Мына жіп мынандай шашыраңқы, мынандай қоқын тастап кетеді әйтпесе. Енді киіп, немесе мынандай бетін әсемдікпен әдемілеп қойсақ болады.
мынандай дайын брошкамен сәндейтін боламын қазір. Мына липучкамен жабыстырылған ыстық кілеммен жабыстыра қоямыз бұны. Бірдей мөлшерде жабыстырамыз. Ал тапочкамыз, сәнді тапочкамыз дайын. Өзіңізге болмаса сыйлыққа немесе заказға тоқуларыңызға болады. Менің каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар, және келесі сабақтарда кездескенше сау саламатта аман болайық. Сау болыңыздар.